Барлығыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге әр құрамы 12 қасықтан тұратын жұп-жұмсақ болып шығатын итальяндық пирогтың рецептісін ұсынамын. Бұл пирог тоңазытқыштағы әрбір ханшайымның үйінде бар заттардан жасалады. Өте оңай әрі жеңіл, дәмді болып шығады. Алдымен құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, миксердің жай жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Және 12 қасық қантымызды саламыз. 12 ас қасық. Қантымызды салғаннан кейін аппақ болып көпіргенше қайтадан миксерлейміз. Енді 12 ас қасық шимек майымызды құямыз. Майымызды құйғаннан кейін оны да қайтадан миксерлейміз. Және 12 ас қасық сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Және барлығын біркелкі миксерлейміз. Енді ұнымызға разрыхлительді қосып, електен өткіземіз. Осыны 2 бөлікке бөліп, миксердің жай жылдамдығынан миксерлейміз. Достар, дайын массамызды табамызға құямыз. Менде таба 20 сантиметрлік және қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минут пісіреміз. Мінекей достар, біздің пирогымыз дайын, өте жұмсақ болып шықты. Оны осылай қалдырып жеулеріңізге болады, немесе бетін өз қалауларыңызша сәндеуге болады, немесе крем жағуға болады. Ортасынан бөліп, крем жағып тортқа қолдануға болады. Ал мен үйдегі бар заттармен сүзбеге 2 сгущенканың түрін араластырып, осылай бетіне әдемілеп жақтым. Мінекей достар, өте дәмді болып шықты, тәп-тәтті, сондықтан жасап көріңіздер міндетті түрде. Немесе тек қана сгущенка жақсаңыздар да болады, ол өздеріңіздің еркілеріңізде. Достар, видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар, міндетті түрде жасап көріп, комментарий жазып, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.